Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Жаңа жыл құтты болсын. Осы мерекеден кейін қияр және қызанақтың тұздығы көп қалып қояды. Соны төгіп тастамай, осындай керемет шелпек пісірсеңіздер болады. Бізге қажеттісі тұздық, рассол, кішкене сода, қант, зира және сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, ұн қосамыз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз де 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп бөліп аласыздар да кішкентай етіп домалатып қоямыз. Оқтаумен жұқалап етіп еземіз және қысып тұрған майсыз табаға екі жағынан қуырып аламыз. Сонымен қатар бұл шелпектерді мен майға да қуырып көрдім, өте тамаша шықты. Қуырылған кезде зирадан керемет дәм және иіс шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рассолдан көптеген кекс, бәліш, тоқаш және осындай шелпектерді дайындауға болады.